2008 жылдарда намаз бастадық бәріміз. Сол кезде бізде енді өкінішке орай Қазақстан мұсылман діни басқармасының кадрының сол кездегі жаңағы жетіспеушілігіне байланысты біз шетелден күмәнді оқу орындарынан келген адамдардың уағыз насихатын көп тыңдадық. Арабша сөйлейтін адамдар бізге бәрі таңсық болды. Арабша сөйлейтін адамның барлығы не деп ойладық біз? Сапалы ақпарат береді деп ойлады барлығы. Яғни соның адамдар соңынан еріп кете берді барлығы. Яғни саралау болған жоқ. Солардың берген бізге қозғаушы күшінің кесірінен осындай бізде Сирияға кетіп қалғандар болды, Афганистанға кетіп қалғандар болды, Уазиристанға кетіп қалғандар болды. Солардың барлығы осылардың әкелген ақидалардың жемісі, өздерінің тастаған суарған дәндердің келген бізге берген жемісі болды осы бірнеше жылдан кейін. Біреу отбасынан алынмағанда судалардан алуы мүмкін, қызықтырған болуы мүмкін, ортаға кіргеннен кейін оған бір жұмыс берген болуы мүмкін. Ең бірінші себеп адамдардың діни сауатсыздығында деп білемін негізгі. Ең бірінші үлкен себебі осы адамдардың діни сауатсыздығы. Екіншіден бізде көбіне мына тарихшы жігіттер айтып жатады, адамдардың өзінің түптарымен бізде кесіліп қалған ғой, не жоқ, байланыс жоқ, түптарымен кесіліп қалғансын, дәстүрмен, ғұрыппен байланыс болмай қалғансын деп айтып жатады. Ол да бір себеп болуы мүмкін.